су тасқыны сәуір айының біздің үйімізге жеткені 5 күні. Осы Құлсарының шығыс жақ шетінде Достық ықшам ауданы дейтін жерде тұрғанбыз. Сол 5 сәуір күні түскі тамағымызды ол үйден іше алмадық. Шын айтқанда, су өте шапшаң келді біздің үйге, және өте шапшаң көтерілді. Үйден тастап әйтеуір шығуға үлгердік. Машинамызбен суды кешіп өтіп кеттік. Сол мезгілде енді аудан әкімшілігінің адамдары, мамандары, соның облыстық әкімшіліктің облыс әкімі Шаппенов мырза да барлығы келіп түсінік жұмыстарын барынша жүргізді. Маған келген нұқсанға берген өтемақысы толық өз қарабасымды қанағаттандырды. 4 маусым күні маған өтемақы түсті. Мен соған дейін толық құжаттардың бәрін рәсімдеп тапсырдым. Тапсырғаннан кейін маған 5 жұмыс күнінің ішінде маған ақша ауып болды. Жалпы үйді көп іздедік. Атырау қаласында бір барғымыз келіп, сол жағында да көп іздедік. Түрлі жағдайлармен ең сонда осы үйге тоқтадық.